Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын бананды панкейктің рецептісін ұсынатын боламын. Бізге бір штук банан қажет болады. Осы бананымызды шанышқының көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Одан кейін бір штук жұмыртқамызды жарып, оның үстіне 50 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. 200 грамм сүтімізді құямыз. Бір шай қасық қопсытқышты ұнымызға салып, жақсылап араластырып, ұнымызбен бөліп салатын боламыз. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер, себебі өзіңізге қиын болады араластыруға. Және 50 грамм сұйық майды құямыз. Ұнымызды салдық. 140 грамм ұн қосамыз. Егер сіздерде массаларыңыз сұйық болып жатса, тағы да массаңыз қою болғанша ұн қоссаңыздар болады. Одан кейін қызып тұрған табамызға бір ас қасықтан салып отырамыз. Тура видеода көрсетілгендей, құймағымызды құйғаннан кейін үстін тегістеп шығатын боламыз. Табамыздың бетін жаппаймыз пісірген кезде. Осылай ашық күйінде пісіретін боламыз. Және табамызға сұйық майды құймаймыз. Мінекей видеода көрсетілгендей, осылай бетіне көпіршіктер шыққан кезде келесі бетін ауыстыратын боламыз. Өздеріңіз көргендей сап-сары әдемі панкейк шығып жатыр. Өте жұмсақ болып шығады және бананның дәмі сіздің панкейкіңізге ерекше дәм береді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Мінекей біздің панкейктеріміз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңызға қарай сәндеп, қаймақпен немесе балмен қосып, немесе қоюлатылған сүтпен жесеңіздер болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.